Сәлем баршаңызға, менің аты жөнім Асем Альмухамбет, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Америкада тегін білім алудың 5 жолын көрсетемін. Сонымен қатар ешқандай емтихан тапсырмай-ақ Америкаға қалай оқуға баруға болатынын да айтамын. Бұл видео мектеп оқушыларына арналған, Америкада оқығысы келетін. Сонымен қатар 11-ді бітіргеннен кейін бірден Америкаға барып, Американың университетінде бакалаврды оқығысы келетін оқушыларға арналған. Сонымен қатар Қазақстанда университетте оқып жүрген, бірақ Американың университетінде оқығысы келетін студенттерге арналған. Сонымен қатар Америкада магистратураны оқуды жоспарлап жүргендерге арналған видео. Егер сіз менің каналыма әлі жазылмаған болсаңыздар, онда міндетті түрде жазылыңыздар және қоңырауды басыңыздар. Бұл менің болашақта шығатын видеомнан қалыс қалмау үшін ауадай қажет. Себебі мен өзімнің каналымда шетелде тегін білім алуға мүмкіндік беретін түрлі бағдарламалар, оған қандай құжаттар қажет, және де құжат қабылдау қашан басталып, қашан аяқталатыны туралы маңызды ақпаратты бөлісемін. Егер сіз видеоны кеш көріп қалсаңыз, құжаттарыңызды жинап үлгермеуіңіз мүмкін, немесе құжат қабылдау уақытын жіберіп алуыңыз әбден мүмкін. Дайын болсаңыздар, онда біз бастаймыз. Америкада тегін білім алуға мүмкіндік беретін бағдарламалар баршылық. Оның бірі Flex деп аталады. Flex бұл мектеп оқушыларына арналған бағдарлама. Яғни сіз егер Қазақстан азаматы болсаңыз және де мектеп оқушысы болсаңыз, болашақта бір жыл Америка мектебінде оқып, Америкада тұрып көргім келеді десеңіз, онда бұл бағдарлама сіз үшін. Бұл бағдарламаны стипендиатты атансаңыз, онда бұл бағдарлама сізді америкалық отбасыға орналастырады. Сіз америкалық отбасында бір жыл тұрасыз, сол отбасының мүшесі ретінде, және де Америкада, Американың мектебінде оқисыз. Бұл сізге ағылшын тілін үйренуге таптырмас мүмкіндік. Себебі сіз сол ортада, сол отбасында тұрып, ағылшын тілін деңгейіңізді көтере аласыз. Сонымен қатар ел жер көресіз, және де жаңа ортаға бейімделу, Америка мәдениетімен танысуға таптырмас мүмкіндік. Ал Америкада тегін білім алудың екінші жолы, бұл 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін бірден Америкаға барып, Америка университетінде білім алу, яғни бакалаврда оқу. Егер сіз 11-ден кейін бірден Америка университетінде тегін білім алғыңыз келсе, онда шетелдік студенттерге грант беретін және олардың оқуын толық қаржыландыратын университеттерге құжат тапсыруыңыз қажет. Онда университеттер бар, олар сізді толық қаржыландырады. IELTS, GRE, GMAT немесе TOEFL-дан көрсеткіші өте жоғары болу керек. Сонымен қатар сіздің мектепте оқыған бағаларыңыз да жоғары болу керек, және де сіздің шетелде білім алуға мотивацияңыз керемет болу керек. Оны сіз мотивациялық хат арқылы, эссе арқылы дәлелдейсіз, көрсетесіз. Мен бірден ескерте кетейін, университеттердің толық қаржыландыруды ұтып алу үлкен күшті жігерді қажет етеді, себебі оған деген бәсекелестік өте жоғары. Соны ескеріңіздер, бірақ бұл өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ. Егер шын қаласаңыз және оған жету жолында нақты жоспар құрып, сол жоспарыңыздан таймай жұмыс істейтін болсаңыз, онда мақсатқа жету әбден мүмкін. Ал енді Америкада тегін білім алудың үшінші жолын айтайын. Бұл Global Grad деп аталады. Бұл бағдарлама арқылы сіз бір семестр Америка университетінде Америкада оқи аласыз. Оған Қазақстанда университетте оқып жүрген студенттер қатыса алады. Сіз бір семестр Америкада, Американың университетінде оқисыз. Бұл бағдарламаның стипендиаты атансаңыз, онда сіз Америкада, Американың университетінде бір семестр тегін оқуға мүмкіндік аласыз. Бір семестрда сіз өзіңіздің ағылшын деңгейіңізді көтеруге мүмкіндік аласыз. Сонымен қатар Американың университетінде оқу, Американың профессорларынан білім алу өте үлкен жетістік. Сонымен қатар ел жер көресіз, ортаңызды жаңа таныстықпен, жаңа достармен толықтырасыз. Сондықтан да егер Америкада оқу жоспарыңызда болса, Америкада бір ұзақ уақытқа емес, қысқа ғана уақытта оқып көрсем десеңіз, онда бұл бағдарлама сізге таптырмас мүмкіндік. Бұл бағдарламаға қатысу үшін сіз TOEFL тапсыруыңыз қажет, және де академиялық оқу үлгеріңіз өте жақсы болу керек, және де сіздің белсенділігіңізге қарайды. Сондықтан да осы бағдарлама арқылы Америкада оқып көргім келеді десеңіз, онда қазірден бастап ат салсыңыз, бағаларыңызды жақсартуға күш салыңыз, қоғамдық жұмыстарға араласыңыз, және
және де әрине TOEFL-ға қажетті балды жинау үшін бір семестр Америкада жақсы оқып шығу үшін соған қажетті тіл деңгейіңізді көтеруге кеңес беремін. Америкада тегін білім алудың 4-ші жылы бұл Fulbright бағдарламасы. Яғни Fulbright бағдарламасы арқылы сіз Америкада 2 жыл магистратурада тегін білім ала аласыз. Бұл бағдарлама барлық шығынды өтейді, сондықтан сіз ешқандай қаржы шығаруыңыздың қажеті жоқ. Ал бұл Fulbright бағдарламасына қандай құжаттар қажет, ол Fulbright бағдарламасы қандай адамдарды іздейді, оның барлығы менің каналымда бар. Арнайы осы Fulbright бағдарламасына арналған видео бар. Сол осы бағдарлама арқылы Америкада оқып көремін десеңіз, онда сол видеоны көруге кеңес беремін. Америкада магистратурада тегін білім алуға мүмкіндік беретін тағы да бір жолы бар, ол болашақ бағдарламасы. Яғни болашақ бағдарламасы арқылы да сіз Америкада тегін білім аласыз. Егер сіз болашақ бағдарламасының стипендиаты атансаңыз, онда аталмыш бағдарлама барлық шығынды өтейді. Сіздің виза шығыныңызды, Америкаға барып келу ұшақ билетіңізді сатып алады, ай сайын сізге стипендия төлейді, және де кітапқа кететін шығынды бөлек төлейді. Сонымен қатар сізді медициналық сақтандырумен қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл шетелде тегін білім алудың да тамаша және таптырмас мүмкіндігі. Америкада тегін білім алудың 5 жолын көрсеттім, ал енді өзім уәде еткенде ешқандай емтихан тапсырмай-ақ Америкаға оқуға қалай баруға болатыны туралы айтайын. Егер сіз Америка университеттерінде оқуға сіздің тіл деңгейіңіз әлі жеткіліксіз деп ойласаңыз, және де Америка университеттері талап ететін IELTS немесе TOEFL, GRE, GMAT және тағы да басқа емтихандарды тапсыруға әлі дайын емеспін, яғни оғанды тапсыруға тіл деңгейім әлі жеткіліксіз деп есептесеңіз, онда бұл сіз үшін таптырмас мүмкіндік. Яғни Американың тіл мектебінде, Америкадан тіл курстарында ағылшын тілін үйренуге кеңес беремін. Ол үшін сізге ешқандай емтиханды тапсырудың қажеті жоқ. Мен өзім 6 ай Америкада UCSD Extension'да оқыдым. Өзімнің тәжірибеме сүйене отырып айтайын. Менде ағылшын тілін үйрену процесі, яғни ешқандай қиындықсыз сөйлесу, native спикерлерді, яғни америкалықтарды ешбір қиындықсыз түсіну процесі сол Америкаға барғанда тезірек жүрді. Егер сіз ағылшын тілін үйренемін десеңіз, немесе ағылшын тілін емес, жалпы басқа да шет тілін үйренемін десеңіз, сол тілде сөйлейтін елде, сол ортада үйренудің маңызы зор. Себебі сіз сол тілде сөйлейтін мұғалімдерден дәріс аласыз, және де қай жерге барсаңыз да сол шет тілінде сөйлейді, сондықтан сіздің ойыңызды жеткізу қажет болады, қажетіңізді айтып түсіндіру қажет болады сол тілде. Бұның барлығы әрине сіздің спикингіңізді, яғни сөйлеу деңгейіңізді жоғарылатады. Сонымен қатар қай жерге барсаңыз да сол шет тілінде сөйлейтін адамдардың жаңағы әңгімесін, сөзін барлығын тыңдайсыз. Мұның барлығы құлақтың ашылуына listening skills дейді, яғни тыңдау деңгейін жоғарылатуға көмектеседі. Алайда Америкада тіл курсын, тіл мектептерінде оқу үшін ешқандай грант немесе бағдарлама қарастырылмаған. Сондықтан да сіз өзіңіздің қаржыңызды шығару қажет болады. Менің видеом осымен тәмам. Егер Америкада білім алғым келеді десеңіз, сондай жоспарыңыз, мақсатыңыз болса, онда мен жоғарыда айтып өткен Америкада тегін білім алудың 5 жолының бірі сізге келеді деген үміттемін. Сәттілік серігіңіз болсын. Келесі видеода кездескенше.